Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Жадыра ханымсыз ба? Я, мен. Ішке кірсем бола ма? Я кіре беріңіз. Қалайсыздар? Аман есенсіздер ма? Жақсы, өздеріңіз. Жақсы. Тыныштық па? Тыныш, мынау аманат сізге табыстауға келген едім. Жүріңіз үйге, шай ішіп кетіңіз, ішке кіріп. Жоқ, әуре болмай қойыңыз. Жоқ, ештеңесі жоқ әуре. Жарайды. Ассалаумағалейкум. Әкең уағалейкум ассалам деп үйретпеген ба? Мен әкем жоқ. Қалай сонда? Анам екеуі ажырасып кеткен. Саған мені әкең жіберді. Білесің ба не үшін? Мә, мынау анаңды тыңдау үшін. Мынау сабағыңды жақсы оқу үшін. Ал мынау Достарымен төбелеспеу үшін. дұрыс. Молодец, төбелеспе. Және мен жақсы тамақ жеу үшін. Жақсы тамақ жеп жүр. Және мен жап жаңа доп алу үшін. Мә. Әкең сияқты қадалған жерден қан алмай қоймайды екенсің, ә? Абай, іске сәт. Жүріңіз, шай дайын болды. Шай ішіп алсаңыз. Әуре болмай қойыңыз. Мен шай тамақ үшін келген жоқпын, шынымды айтсам. Мынаны табыстауға келдім сіздің өзіңізге. Бұл не? Бұны қазір мен кеткен екен, асықпай өзіңіз көре бересіздер. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Өрик, давай. Анаңды тыңда. Анашым, не тастап кетті? Өзіме де сол қызық болып тұр. Жадыра, барлығы үшін кешірші. Білем, бұл ақшамен сен алдындағы айыбыңды өте алмайым, бірақ қиналмай өмір сүріңдерші. Нұрикті қатарынан қалдырмаш, тағы да кешір. Анашым, не болды? Анашым, тоқта. Анашым, тоқтаңыз, сен деп атсыз? Анашым, бұл ақша керек қой, не үшін тастайын деп атсыз бұны? Бұл арам ақша. Бізге ешқашан береке алып келмейді бұл. Короче, бабай жасаймыз. Кімде қанша дейін бар? Ойыншық болса да, кәмпит болса да, бәрін осы 7 тасқа тігеміз. Кім бірінші осы 7 тасты құлатады, сол бәрін алады. Кестік па? Қуасың ба, Нұрик? Мамам осы өлтіреді. Мамаң өткенде айтқан, енді ақша ойнанар өлтірем деген. Өзім жауап берем, қойш. Кімде қанша дейін бар? Менде тиын бар, сенде ше, сенде дымда тиын жоқ сияқты ғой, не тігесің? Мен осы қағаз 200 теңге тігем. Ей, сен 200 теңгені қақтан алдың? Не қыласың ғой? Ойнайсың ба, жоқ па? Ойнайым. Кеттік.
Ақшаны ала берейін ба, әлде лақтырасыңдар ма? Асықпа Абзал. Менің тасым ең алыста. Мен бірінші лақтырам. Отым ма ең алыстан қалай тигізем деп отырсың? Көреміз. Бір мәнісі болар. Мынау жынды болып қалған ба, таспен сөйлесіп отқан несі? Дальше 500. Мен де дальше 500 теңгедім. Уверенсің ба? Уверен. 100 пудово. Мен саған онда 500 арысымен. Есімдер таза ғой, Таза. Таза болса, мен саған онда тұз бен король, шеке. Әкел ақшаны. Қолымда не жинап отырмын. Айтам ғой сендерге, менімен ойнамасаңдаршы, Сен маған жинап басып келедір. Қойш, жина. Не істеп отырсыңдар тағы да? Қайтадан карта ма? Жо, Басеке, жұмыста ақылдасып отқанымыз балдармен. Нурик, мені алдағанмен мына жақта алдай алмайсың ғой. Камераны ма? Құдайды. Нурик, өткендегі қарызды қашан қайтарасың? Қайтарам ма? Жүр офиске. Қазір келемін. Шот olsun. Сен сонда 2-ші класстан бері орысша, 5-ші класстан бері ағылшынша сөйлей аласың ба? Иә, оның не таңғалатыны бар? Мен қазір кәрісше үйреніп жүрмін. Не істейсің оның бәрін? Әл-Фарабимен жарысайын деп отырсың ба? Таңғалғанда негізі таңғалатын нәрсе ол ше. Мысалы, біздің ауылда ағылшыннан беретін апайдың өзі ағылшынша білмейді. Сонда ол қалай жұмысқа кіріп жүр? Кіре береді ғой енді ауылда. Басында еңбектен берген негіз. Кейін күйеу директор болғаннан кейін ағылшынға ауысып алды. Ужас. Оны ужастар көп біздің ауылда. Не істейміз? Давай, киноға барайық. Сосын катокқа барайық. Сырғанама алда біраз болып қалды. Сырғанама алда біраз болды дейсің. Кино қалай болады екен? Барайық. А что без настроения? Нормально барамыз ғой. Қандай кинолар болып жатыр екен деп ойланып отқан ба? Қазір. Иә. Қалайсыз, пап? Қазір ма? Жарайды. Маған қайту керек. Үйге қонақтар келген екен. Не болды? Ештеңе, күн жылы я бүгін. Иә. Мен де барайын, я? Келесі жол бара жатармыз. Иә, конечно, папаң шақырса бару керек. Жақсы жетіп ал. Басеке, санабаңыз. Нурикжан, осы қарыз аласың, карта ойнайсың, ұтыласың, тағы да аласың, ұтасың, қайтарасың. Осы не пайда саған? Лудаман болғаннан. Лудаман болғанда емес ол Басеке. Жұмыста просто уақыт тез өтеді да. Бұлай азартым жоқ қой менің, білесіз ғой. Нурикжан, неге өтірікші болып кеткенсің? Сен білесің ба? Қазақстанда 440 мыңнан адам астам лудаман екен. Соның бірі сенсің. Білесің ба? Осы дерт лудомания деген. Ажырасудың ең алғашқы себептерінің бірі. Басеке, мен бойдақпын ғой мен. Нурикжан, бойдақпын деп енді. Лудаман бола бересің ба, карта ойнай бересің ба? Сәл ойлансайшы, ол әдетке айналып кетеді ғой. Бүгін бойдақсың, ертең үйленесің, бала шағалы боласың. Сонда не болады? Бұл дерттен айырылу керексің ғой. Егер де жұмыс ұнамаса, айт. Қасыма шақырайын, көмекші қылайын, айлығыңды көбейтейін. Бәрі жақсы Басеке, уайымдамаңыз. Ондай ауру жоқ менде. Көресің енді өзің, Нурикжан. Ойлан. Ең бастысы дерттен құтылсайшы.
мынау лудомания деген өте үлкен дерт. Өкінішке орай, көптеген қазақтың балдары сен сияқты жігіттер ауырып кетті. Ойлан, Нұрикжан, ойлан. Қолдауға дайынмын. Нұрик, тоқта сөйлесейік. Бәле болды оны. Қайсың? Қашан қоса жүресің? Қалай жүрем? Кредиттерін төлемейсің, қарыздан жаппайсың? Енді Қанеке ақша болмай жатыр, қалай төлеймін мен оны? Дәл осылай карта ойнай беретін болсаң, жақын арада ақша болмайды сенде? Ойнап жүрген жоқ мен Қанеке. Нұрик, жас бала емессің ғой? Шешеңді ойламайсың ба хотя бы? Дәл сен секілді осындай азат ойнайтындардың кесірінен қанша отбасы ажырасып жатыр? Қанша отбасы зар жылап отыр? Қанеке, мен жеке өміріме араласпай қойыңызшы. Мен қалай өмір сүргім келеді, солай өмір сүремін. Нұрик, әлде болса да, інім болған екен, бір ауылдан болған екен, жаным ашып келіп тұрмын саған. Карта ойнау, құмар ойнау, бұл мамандық емес. Лучше өзіңді танып, бір маман ел сата алмайсың ба? Елге пайдан тигізбейсің ба? Қанеке, елде менсіз өмір сүре алатын шығар. Бәрі маған байланысты емес шығар елдің тағдыры. Шеткі ұйқыласа, ортаңғы шет болады дейді. Сен осылай айтсаң, мен осылай айтсам, дәл осылай құмар ойнай берсең, ертең жашық сағың өтіп келеді бір сәтте. Бопты Қанеке, сіздікі дұрыс. Ақша болсын төлеп істеймін. Нұрик, келесі жол ісін сотқа өтеді. Ертерек төлеп таста. Хорошо. Қарын ашып кетті ғой, не істейміз, Жауап қойсаң? Жабылмай жатыр ғой, шұрқырап тұр қасқызы. Дұрыс қой, қарын болғаннан кейін ашып тұрады, тамақ ішіп тұру керек. Қойшы, қарын ашса тамақ ішу керек па? Конечно. Шекті онда? Тамақ ішуге вообще желание жоқ, өзім жаңа бір қырғыннан аманға қойым. Не қырғын ол сонша? Ой, ана, коқа ғой. Киноға барайық дейді. Қалтада бір тиын жоқ, үйдегілердің кредит төлейсің деген ақшасы бар ғой. Не істейін деп тұрған кезде папасы звондап қайттап қалды. Папасына рахмет қайтадан. Сонда проблема қылатсың ба? Болмайтын нәрсені проблема қыласың. Менде негізі ақша бар еді, сол 5000 теңгені тенниске ұрмай, донер жеу керек еді. Сол кезде аш қарынға емес, тоқ қарынға YouTube көріп отыратын. Осыған таң қаламын ше. Қалай ішпей жемей, ставка тігіп жібересің, түсінбеймін. Ішпей жемей емес қой. Бұны да құтқаратын жерлері болады ғой. Қашан құтқарды? Мысалға, телефон кредитін сонымен жапқам. Негізі басың істесе құтқарады ғой көбіне. Басың істемесе қиын ол. Басың істесе ойнауға болады, мелочи. Қай кездерде құтқарды енді айтшы. Мысалы, ауылға баратқан кезде осыдан 5-6 күн бұрын ақшаны жоғалтып алдым. Жоғалтып алдым емес, ставка тігіп ем деп айтсай. Ешқандай да тіккен жоқ мен. Жоғалтып алдым. Жоғалтып алдым ба, әлде бір жерге қойып есіме шығып кетті ма? Сол кезде осында проблема болған. Сосын, алло, бөле, қалай жағдай? Жақсы, өзің қалайсың? Иә, кел. Жақсы, аман сен. Әпкемдер қалай? Жездем қалай? Жақсы ма бәрі? Үй іші? Жақсы бәрі. Өздерің қалайсыңдар? Шүкір, жақсы. Бөле саған бір өтінішпен шығып тұрем ше. Тыныштық па? Тыныштық болғанда, білмеймін ше, жаңа автобуста ма, әлей бір жерде түсіріп алдым ба, қалтамдағы ақшам жоқ ше, ауылға қайтайын деген ғой. Сол 5000 теңге болса өтініш сенен аудара тұршы, қалаға келгенде салып жіберем. Түсіндім. Болды, Нұрик, қазір салып жіберем. Рахмет, бөле. Алла разы болсын, от души. Қалаға келгенде салып жіберем обязательно. Сен мынауға ставкаң дым қатысы жоқ қой. Ақшаң жоғалтып алдың, бөлеңе звондадың, ол берді, қайттың ауылға, болды ғой. Сен әңгімені соңына шейін тыңдасай, ақшаны алған екен қайтару керек қой. Енді бөлеме 5000 теңгені қайтармайын ба? Соған ақша керек қой. Негізі ше досым, оңай ақша табудың жолын білем. Енді қашан? Тепші! Хорош! Шықты. Официант, кеш. Сосын бір гол қалғанға короче шоуға. Сөйтеді центрден тығып жібереді ғой. Риза болып қалғансың ғой. Официант шақырам, шөт қанша болып, бетіне қарап атқан жоқ ақшаны. 55 ба бір нәрсе төледім ше. Сөйтіп официантқа айттым, інім, молодец дедім де, чиви бердім оған ше, 2000 теңге статып кеттім қолына. Бизнес класс шақырғансың ғой қайтарда ше. Күшті ғой деген ше бизнес класс. Артында отырып, Red Bull ше, қайтқансың ойланып ше. Қой, сен ставкадан ондай қатты көтеріп жүрген жоқсың, ау? Қарсы сұрап жүресің ғой, постоянно.
ой Тамыр, мен саған айтып отырмын ғой. Бүгін әшейін тенниске қадалып қалдым, мен өзім қателігін біліп тұрмын ше. Тенниске ұрам қадалам ғой. Менікі чисто футбол, баскетбол ғой. Футболға тігін көтеремін ғой, строго. Точно ма? Точно ғой, ақша бар ма? Ақша жоқ, бірақ көтеремін десең табуға болады. Тамыр, көтеру жағын уайымдамас десең. Қанша бар? Кредит төлейтін 320 мың ғой. Бірақ қадалып қалсақ егер. Ой Тамыр, уайымдамаш. Жақсы сөз сөйлесей, көтереміз. Кто не рискнет, то не пьет шампанский дейді ғой. Кеттік па? Көрейік былай. Досым, может, керек емес се? Тыныш қана кредит төлей салайшы сол ақшамен. Досым уайымдай бермеш. Мен саған көтеріп беремін деп айттым ғой. Я уайымдай бересің, сен уайымдасаң ұтыламыз. Уайымдамаш тек. Сен уайымдамаш деп айтқан сайын уайымдап баратырмын мен ше. Ой, ақшаган. Досым, шал десе ренжисің, шалсың ғой таза, болмайтын 320 мың теңге сонша орап алғаның не? Сол өзінде сол 320 мың теңге жоқ та ғой. Өзім білемін ғой қалай сақтасам да. Бопты. Официант, сен заказы бере бер, мен ақшаны счетқа сап келейін. Қашып кетпей. Ой, ақшаң керек болса, Айшинаға балатын ем. Ақшаң не болды сонша? Короче, Габа, Барселона победа. Барса ұту керек. И угловойдан да Барса ұту керек. Ал желтый карточкадан қарсылас ұту керек қой. 300 мың теңге тіктім. Шықса 630 мың шығады. Қалай? Шықпаса ше. 20 мың теңге страховка алып қалдым ғой. Ол да шықпаса ше. Ой, шығады. Бір жерім сесіп тұр. Байқа, бір жерің сезімді алып кетіп қап. Бір жерің айлып көт жүрмесін. Білесің, біздің бәте Афганистан ертең айырады. Габа, ұнамай отырсын ше. Болатын нәрсе болды ғой. Тігетін нәрсеміз тіктік. Артқа тарта бермеш. Болит етейікші. Давай, алға Барса. Қанеке, рұқсат па? Кір. Қаладағы бақылау камераларын зерттедік. Өкінішке орай, атқарған мәлімет бойынша ешқандай күдікті нысан анықталмады. Біз қалай болса да жасырын ойынхананы анықтауымыз керек. Ертеңнен бастап осы іске кірісеміз. Жердің астында жасырынған болса да табамыз. Түсіндің ба? Түсінікті. Сосын ана синтетикалық есірткі тасымалдайтындар туралы ақпарат не болды? Ертең нақты ақпарат жеткізіледі. Көрдің ба досым? Мен саған не дедім? Сен уайымдай бересің. Айттым ғой жыбы менен деп. Қараш, Барселона ұтып жатыр 3-0. Угловой 8-2. Енді қарсылас команда желтый карточка алу керек. Бірақ ойынның аяқталуына уақыт бар. Өлдім қазір 2-3 желтый карточка алады. 2 желтый карточка алса не болады? Екеу алсақ қызыл болады, келесі ойын ойнамайды анау. Тегекесің ғой сен. Келесі ойын не қыламыз біз? 630 мың теңге ұстап қайтпаймыз ба? Бірақ ол да бар, тапа, давай, Официант, кеш. Тебет алады, уайымдамаш. Я братан. Стейк берші, стейк. Болды, қандай стейк керек? Қымбатынан бере берсе, ләжу сәнім. Жегің кеп тұрса өзіңе де ал. Қарындасқа біреуін әперіп қой деген сияқты көреш. Болды, братан. Інім, лимонад қоса салмақ ма? Болды. Алады, қазір уайымдама. Бір кірсе болды қазір.
Ема судьяның сары қағазын жоғалтып алғанмын, міне бере, мен алып бермей отыр. Береді қазір. О, штраф берші енді судья. Берші. Желтый берші. Таза есек екен мұнан судья ше. Маған ал бер, қанша момент болып отырды. Бермейді ғой желтый карточкасын. Ой, мам, қоя тұршы кейін. Бір что-то уайымдайын деді ме? Беремен точно сары қағаз. Уайымдамашы, қазір береді. Бағана беріп тастайтын жері мына судья. Қырсық бір желтый карточкасын бермей жатыр ғой. Нұрик, біз ойнамайтын болдық деп, ақшаны қайтарып алайық та, бола ма ондай? Тупой сұрақ қоймаш мақыма. Болды ғой енді тігіп қойдың ғой, көресің ғой соңына ішін. Алады қазір жікі. Берші. Жүрек шыдамай отыр ғой. Берші, кірші. Шалшы енді, шалшы. Кірсей. Нұрик, телефоныңды алсаңшы. Нұрик, алшы телефоныңды. Алло, Жадыр апа, қалайсыз? Шынар. Не болды, апа, тыныштық па? Шынар. Алло. Сен үйге келші. Мен... Алло. Енді не болады, Нұрик? Қазір досым, сәл ойланып алайыншы, уақыт берші. Жаңа страховкадегі 20 мың теңге қайда? Басында қадалып қалдым ғой мен оны. Қадалған десе, Нұрик, мен саған сеніп отырмын ғой, Нұрик. Нұрик деме саған. Мен әдейі істеп отырмын ба, көріп отырсың ғой, бермей қойды ғой. Бірақ не қалған еді ғой, событие қалған еді. Не істейміз енді? Кредит қайтып төлемес, мына жердің счетын қайтып жабамыз. Короче, Габа, мына жерден қашамыз, кредит кейін бір мәнісін қыламыз. Мен қазір тұрып кетем, артымнан сәлден соң шығып кетмақ ма? Маша қашқан несі? Уже засыпать начала Барселона со своими перепасовками. Фрэнки на Педри, Педри на Фрэнки. Алло! И вот он выпад не Ой, кафедеміз ғой? Мерфи делает голевую передачу. Таксиге ақшаларың жоқ, неменеге келесіңдер? Қазір шығып күтіп аламын өзім. Давай. Қай жердесіңдер? Только Салах. Оңға бұрылсаңдаршы, оңға. Делает больше голевых передач с игры, чем... Құтылдық па надан? Құтылдық. Күшті адреналин болып, бірақ қашқаным ше. Ой, бүйтіп қашатын білгенде. Шот төлей салу керек еді ғой. Не ақшаңа төлейсің бір теңге? Жоқ. Ыдыс жуып па хотя бы. Күшті адастырып кеттіге бірақ, Мақыл бұны адастырдық. Банкты қалай адастырамыз ертең? Қандай банк? Қандай банк деген несі? Кредит төлеу керек көрді. Папашке не айтам, мен жапырақпен төлеймін ба? Уайымдау, ертең кешен бір мәнісі болар. Қандай мәнісі болады? Менде бір идея бар, бірақ сәл опасный болып тұр. Ой, надан опасный болмаса болды әйтеуір. Нормально негізі. Қазір айтам бірден басып алайыншы. Не болды діңкәлік қалдың? Сағасы? Азу керек болды. Өшіп қойғансың ғой. Короче, қазір жұмыс жаққа барайық. Не барайық та? Офиске барамыз. Қан қысымыңыз түсіп кеткен, апа. Миокард инфарктісінде белгілері байқалатын сияқты. Дәрілеріңізді уақытылы ішіп жүрсіз бе? Ішуін ішем ғой. Бүгін қалмай қалыпты. Қалмай қалу деген болмайды. Міндетті түрде ішу керек. Сосын балаңызға айтыңыз, дәрілерді толық алып келсін.
қалаға барып түгел тексеруден өту керек. Бұлай дәрінің күшімен жүруге болмайды. Міндетті түрде емделу керек, апа. Иә, айтам ғой. Жұмыстан қолы босамай жатыр. Қолы босағанда қалаға алып кетем деген. Не бар бұл жерде? Не бар болғанда ақша бар. Что-то опасно жерің ше. Апасына болғанда күндіз бас екен, сейфке ақша саған. Ал сейфте жыба ақша бар. Соны көтеріп кетейік. Маще сонда ақша ұрлаймыз ба? Онда кредит төлемей ақ қойық. Сенің есірің осының бар ше, тып-тыныш жата беру керек үйде. Аба, сен ғой ақшамды көбейт берші деген. Мен саған барынша көмектесіп отырмын ғой қолымнан келгенше. Не дейсің маған? Сонда ұтламан болғанмен қоймай енді ұры боламыз ба, сейф ұрлап? Онда қайттық, онда кеттік. Ақша ше? Онда қауқылдамай тұр аба. Мен ішке кірем, сейфті алып шығам. Сен осы жерде қарап тұр. Біреу келсе белгі бер. Ей, Нұрике! Ей, Нұрик! Не істеп жүрсің мұнда? Ассалаумалейкум бәке. Сен ұрлық істеп жүрсің ба? Жоқ, бәке, ұрлық емес. Нұрик, сен басын істемей қалған ба, сотталамыз оған кесірінен. Қойшы, болатын нәрсе болды ғой, болды. Сен кесірің осың бар. Бір ставкіден. Қаншама қылмысқа бардық. О, ашылды. Басымызда проблема тілеп алдық. Папаға түсіндіріп айта салу керек, осындай жағдай болды деп. Кеттік ауылға. Не бар ауылда? Қалада қалып түрмеге желаниең бар ма? Өмір бақи қашып жүреміз ба сөйтіп ауылда? Өмір бақи емес, уақытша. Немен барамыз ал? Машина да жоқ, ақша да жоқ. Көреміз, қазір бір мәнісі қыламыз. Или Гохадан ақша сұрайын ба? Ұят қой қыздан ақша сұраған. Ұрлық істегенше, ұят емес па? Алло, Гаухар, привет, қалайсың? Жақсы, шүкір, өзің қалайсың? Жақсы, не істеп жатсың? Сол үйдем. Гаухар, не бір ұят нәрсе болып тұршы, бірақ қарызға ақша керек болып тұрады, ауылға кетіп бара жатырмын. Счеттарым блокқа түсіп қойған ғой, ертең ашылғаннан кейін қайтарып беремін. Қаншаға жетеді? Қанша болғанда таксиге отқанда Каспийін жіберемін ше, соған аударып жіберсең болды. Все хорошо. Ұйықта қалмашы, таксиге отқанда звондаймын. Аха. Давай. Бір түннің ішінде бүкіл өміріміздің быт-шыт шықты ғой. Не істейміз, не план енді? Білмеймін, пока план жы болып тұр. Ол не ол? Қазақ атам айтады ғой, ең мықты план жоқ план дейді ғой. Ой, осындай нақыл сөздер құр жаттап ала бермей, пайдалансай өміріңе. Қойшы аба. Настроением жоқ, құтым қашып кетті. Нұрик, балам, келдің бе? Иә, келдік қой қайсы. Жақсы жаным. Амансың ба балам? Жүріңдер, үйге кіріңдер, шайға. Балам, кеше звондағанда телефоныңды неге алмадың? Мен жұмыста болған шығармын. Жұмыс істеймін бе, телефон қарап отырам ба? Қызықсың, Қалада не істеп жүрсің, балам? Ауылға келіп тұрмаймысың? Соңғы кездері денсаулығым нашарлап кетті. Кеше Шынарға әсер дегенде звондадым. Атасына рахмет, қолындағы дәрі-дәрмегін беріп көмектесті. Ауырып жүрсең адам құсап айттық қой. Дәрілеріңді уақытылы іш дедік.
қалдырмай ішу керек ол дәріні. Дәріні ішу үшін де қолымда дәрі болу керек қой. Қаладан дәрі-дәрмектерді әкеп бер деп айттым ғой саған. Барамайым мен қазір қалаға. Ауылда болам. Ауылда жұмыстарым бар. Бак анау Шынармен амалдашы бір нәрсе. Жарайды балам. Жұмыстарыңды бітіріп ал. Шәміш. Шешті досым. Сен таза қуады екенсің ғой, мені қоя бірші өзің туған анаңмен қарым-қатынасың жақсы емес қой сен. Мен не істеуім керек? Көріп тұрсың ғой жағдайды. Сөзім жоқ саған. Өзің әлі ол. Бұл болмағанда бұлай қиналып өмір сүрмейтін мен. Қалай өзің әлі? Короче, бұрын мынандай оқиға болған. Анашым, не болды? Анашым. Анашым, тиіспеңіз, бұл ақша керек қой бізге. Арам ақша ешқашан берекесін алып келмейді, бізге керек емес бұл ақша. Есі дұрыс адам бір сумка ақшаны өртеп жібере ма? Не істесе де, қандай жағдай болса да, ол сен туған анаң ғой. Бақты, қақты, өсірді. Оның барлығын жоқ деген өзіне 9 ай 9 күн сені көтеріп өмірге алып келді, шырылдап жылаған кезінде түсінді. Енді түсінбей қалды деп ойлайсың ба? Гала, ақылды болмай-ақ қойшы бақма. Ақылым керек емес маған. Мен білем не істеп жүргенім. Қалай өмір сүргім келеді, солай өмір сүрем. Кеттік одан да. Қайда? Бір братан бар көмектесетін. Бір көмектессе, сол көмектеседі. Ё-майо. Не қылды? Үйдегілер звондап жатыр. Сим-картаңды лақтырып тастайсыз. Кеттік. Ассалаумалейкум. Асылбек қайсыз? Алейкум ассалам. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Ғабит бұл. Досым ғой. Асылбек, сізбен бір әңгіме болып тұр еді. Асылбек, жағдай сондай болып тұр. Бала. Баланысы шала деген. Осы ғой. Проблема емес қой. Неге? Кімнен қашып жүрсің? Білмеймін Асеке. Бір косякқа кіріп едік. Арты жаман болып кетті. Қашу да қашу. Өтініш. Осыдан бір шығарып көмектесіңші. Қалай көмектесейін? Ақшалай көмектесіңші. Сосын анау жұмысқа да өзіңіз кіргізген едіңіз ғой. Бастықтың бетіне қарауға бет жоқ. Яттан өлейін деп тұрмын. Сол кісімен де сөйлесіп беріңші. Енді осылай жүре бересің ба? Әр жерге жұмысқа кіріп, сейфін тонап? Жоқ Асеке. Асық шешім болып қалды. Қателесіп қалдым, кешіріңші. Амалын табамыз қазір. Ермек, сөмкені алып келші бар. Жетеді ме? Жетеді аға. Бастығыммен сөйлесіп қоям. Қалаға бар. Тимур деген жігітке хабарлас. Сол бәрін реттейді. Нұрик, сосын бұл менің саған соңғы көмегім болсын. Бұдан кейін маған келме. Жарайды Асеке. Рахмет осының өзіне. Үлкен көмек болды. Ұмытпаймын бұны. Шешең қалай? Жақсы. Асеке біз шыға берейік, асық ұстап едік. Кеттік досым. Шешеңе сәлем айт. Болды аға, айтам. Жақсы. Жолдарың болсын. 5, 310, 315, 320. Мә, кредитін жап. Зор болды мына ше. Кім мына кісі жаман қатты көмектесіп жүрген жоқ па? Жаңа айттым саған. Кішкентай кезімде бір кісі сумкамен ақша әкеліп берді деп. Сол кісі ғой. Кім болады сонда? Білмеймін. Папа жаққа қатысы бар ау деймін. Постоянно көмектесіп жүреді, жақсылап танымаймын негізі ше. Жодан не істейміз? Істегенде қалаға кеттік.
қаласың, үйге соқпайсың ба? Хош. Маман хотя бы дәрілеріне ақша тастап кетсей. Ой, өртеп жібереді ол, білем. Не қыласың? Кеттік. Асылбектен келдің ба? Иә, Асылбек аға жіберді ғой. Иә, айтты. Қолыңнан не келеді? Негізі аға қолымнан біраз нәрсе келеді. Адам өлтіре аласың ба? Түсінбедім. Ойнап айтам, қорықпа. Сен қазір үйіңе барып демал. Міне, мына ақшаны ал да, үстіңе бір әдемі киім ал, сосын менен хабар күт. Қай жерде күтейін сізді? Жоқ, еш жерде күтпе. Менен хабар күт. Мен өзім саған қай жерге, қай уақытта келу керек екенін айтам. Түсіндім. Қазір бара берейін ба? Бар. Коха? Айтпақшы, сенен алдын қарыз алған ақша ғой. Рахмет. Ақша сұрағаным үшін ренжімеші. Ештеңе етпес. Не көңіл күйің жоқ? Ештеңе болған жоқ. Айтсай? Сен осы неге маған гүл бермейсің? Ой, сол ма? Гүл берем ғой, гүл не ол? Солып қалады бәрібір ертең ол. Оның үстіне гүлге гүл берген қалай болады екен? Ладно. Ренжімеш болмайтын нәрсеге болады. Берем ғой. Гүлге көміп қойын ба? Қажет емес. Неге қажет емес? Ертең бәрібір солып қалады. Болмайтын нәрсеге болады ренжисің, өсіпше. Көш ренжімеш. Гүл деген сонша қымбат болып кеткен ба, Или барып саудаласаң түсемеген, Неғып сонша тыпыршып жүрсің, Бірдеңе күтіп жүрсің ба? Иә, звонок күтіп жүрмін. Қандай звонок? 15 минуттық звонок. Кәдімгі важный звонок та. Бүгін Тимурмен жолыққам, бір жерге барамыз дейді. Қай жерге? Чүч. Ау, тәке. Хорошо, қазір шығам. Давай досым, мен кеттім. Қайда кеттің, айтсай? Келген соң айтам. Роза. О, ассалаумағалейкум, тәке. Қалайсыздар? Уағалейкум ассалам. Қош келдіңіздер. Жо, тамақтарың дайын ба? Ой, дайын ғой. Лағман, плов. Аман ғой. Болды, дайын. Маған плов бересіз. Қарын ашып тұрасың. Мән берме. Нәбет жоқ, братишка ғой. Сенің де кісі ма, братан бұл? Ой, қорықпа. Сайы ғой. Жарайды, жүріңіздер онда. Міне, братан, жайғаса беріңіздер. Бол, Бико, рахмет. Оқасы. Бико деген жігіт, осы жердің главный администратор. Отырған малыш охрана. Жалпа, ақша жасайын десең, бұл жақта мүмкіндік көп. Бірақ, есіңде болсын, ешқашан карта ойнаймын деп ойлама. Қарызға белшеден батып кетесің. Сонда не істеймін мен бұл жерде? Официант боласың. Официант дейсіз ба? Қалай болды екен ол? Ой, сен бұл жердің официанттарының қанша теңге табатынын білесің ба? Самат! Кеш мұнда. Самат, аптасына қанша теңге табасың? Да, кеше
Осы апта 700 мың шығардым ба? 700 мың? Айттым саған. Аптасына миллион тауып тұрсаң, жетіп артылатын шығар саған. Конечно, артылады. Зор ғой. Ана отырған кісіні көрдің ба? Бөке деген кісі. Ол кісіден өлейін деп тұрсаң да, қарызға ақша алма. Процентін көбейтіп жібереді. Қайтара алмай қалсаң, білген істейді. Сосын оның қалада синтетикалық есірткі тасымалдайды, сондаймен айналысады. Мүмкін есірткі тұғымен айналысасың. Официант болып жүре берейінші мен осы жерде. Сол дұрыс сияқты. Ана отырған әйелді көрдің ба? Оған қызмет жасағанда сақ бол. Әлеқұр. Егер ұтылып қалса, сенен көріп жібереді ше. Сосын тағы да айтам. Карта ойнайым деген ой мүлдем мазаламайтын болсын. Жоқ, официант болсам, миллион тауып алсам жетеді маған. Кеттік онда. Қайда? Үйге? Ертең жұмысқа шығасың. Жаңағы анау Бико бар ғой? Сені лағман ба палау ма деп сұрайды. Лағман деп жауап бересің. Ол пароль ғой. Палау деген не сонда? Палау дегенде ана игроктар айтады. Түсіндім. Сосын ең маңыздысы мына жерге не үшін келіп жүргеніңді тірі жан білмеу керек. Егер полиция біліп қойса, бәріміз құримыз. О жағына уайымдамаңыз. Ақбозатты қанзада? Қайда шықтың? Қаншайымға? Қаншайымға болса алған екен нормальный гүланбайсың ба, нені? Нормально ғой. Ақшаң жеткен осы болды. Түсінуге мол қаншайым ғой біздікі. Базар жоқ онда. Что-то өзің жұмысқа барасың ба? Кешке мен. Не жұмыс ол кешке сен? Ночной клубта охранам ғой. Базар жоқ. Бұзықтар тәрбиелейін дейсің ғой. Аз-аздан үздіксіз ғой, короче. Давай, я кеттім. Давай. Норик, жаппапсың қарыздарыңды? Қанеке осы жол төлеп тастаймын ше. Өткенде де солай демедің бе? Осы жол точно төлеймін. Закладчик болсам да төлеймін. Норик, білесің ғой, ер азамат жар таңдауменен маман таңдауда қателеспеу керек. Ертең өзің сорың болады. Ставка тігу, закладчик болу, және содан ақша табу, бұл мамандық емес, уақытша эмоция ғана. Ойлансайшы. Ойнап айтып отырмын, Қанеке. Закладчик болмаймын ешқандай. Официант болып істеп жатырмын ғой. Келесі жолы мен келмеймін саған. Амал жоқ, полиция қызметкерлер келеді. Сотталып тынасын. Түсіндім, Қанеке. Төлеп тастаймын. Көр енді өзің. Жақсы. Сіздердікі 5 минутта дайын болады. Сіздерге ешнәрсе керек емес па? Воду без газа су бересінші маған? Жоқ, маған керек емес. Ход менде ма? 500. Тең едім. Пас. Ары миллион. Миллион. Пас. Пас. Қол келгенде кірмейсіңдер ма? Beş yüz. Тең едім 500. 800 ары. Раду без газа су бересінші маған? Хорошо. Атса бер. Мынау миллион тең едім. Үстіне тағы 1 миллион. Ар 500. Мынау сен миллионың. Ары қарай ваданка. Пас. Пас. Банк. Ашыл. Фуй, қол жүрмей кетті ма, не болды өзі?
секілден қорқмаймын. Ау, кәс. От души саған, рахмет. Сен арқаң төңкертіп қалыңдар. Родной мына жерде 1,5 миллион теңге. От души. Шот ал ма? Шот ал. Рахмет, родной, от души. Тойда қайтсын. От души. Родной сен алардың қолын қайтып көріп отырдың? Бірақ негізі мен олардың қолын көрген жоқпын ше. Чисто интуиция ғой. Бірақ сен былай қатты атысып кетеді деп ойламадым мен ше. Базар жоқ. Базар жоқ. Давай бұдан былай бірге жұмыс жасаймыз жаңағыдай. Давай. Давай. Ханзада? Не болды настроение жоқ қой? Ханзада емес, х болып қалдым бүгін. Не болды? Гаухарға гүлімді албай жүріп барған бұл. Бай бір жігіт қымбат машинамен дәу гүл алып келген. Машинасына отырғызып әкетіп қалды. Хош. Жаман болыпты ғой. Ауыр мына. Бір түрлі болып қалған шығарсың өзіңде. Бірақ атам қазақ айтқан ғой досым. Астыңдағы атыңа сенбе, қойныңдағы қатыныңа сенбе деген. Қатыным емес қой мен. Енді сен прямой мағынасын қабылдамасай, түсінсей просто ол сөзді. Қазір бар ма габа? Сен ақшаң болмаса ше, ешкімге керек емессің. Не только қызың, бауырың, досың, ортаң, ағайының, туысқаның ақшаң болмаса ешқайсысына керек емессің. Қалай қалтаңда ақша болады, сені бәрі сыйлай бастайды. О, ғабеке, анау, мынау, ас үстіңе түс. Бұл өмірдің шындығы. Неге ренжисің? Дұрыс айтасың, өзің істедің? Барып келдім мен. Досым, сені жасырмай-ақ қойшы. Мен ешқандай охрана болып істеп жатқан жоқпын. Мен казинода официант болып істеп жатырмын. Ақша деген жетеді ана жерде. Бүгін біреу көтерген ол 1,5 миллион шот алыстатып кетті. Қалай? Қой, еркекше айтам. Жұмыс бар ма? Бар ғой. Істейсің ба? Тартсай? Тимур аға, алдын айтып жүрген досым осы ғой. Габа, шын аты Ғабит. Кішкентайдан бірге өскенбіз. Ешқандай сомнение болмасын, тап-таза жігіт. Бұрын не жұмыс істегенсің? Бұрын ешқандай істеген жоқ. Оңаша ойнай аласың ба? Ауылда ойнадық қой, Жарайды. Бүгін мен сөйлесем, как раз оған закладчик жігіттер керек болып жатыр. Істей аласың ғой, Закладчик? Істейді ғой. Сөйлесеңші. Жақсы, мен астында боламын. Кеттік. Сен маған официант боласың дедің ғой, Закладчик наркотик тасып жүремін бе енді? Енді досым бір басың сұғы болсай. Бір бас сұғы болсаң болды, өзім тартып аламын кейін бері қарай. Бас сұғатын жеріміз ғой, ертең түрмеден еш шықты ғой, мына не? Досым уайымдамашы. Өте сенімді кісі. Істеп жүрмін ғой, көп ақша табамыз қайда. Досым, аяқ асты байып кету деген осы ма? Шүкір. Біз жақтан да күн шықты. Қазір жақсы, әйтеуір артық ақша бар, машинамыз бар, үйіміз бар әйтеуір. Гаухар күнде жазып жүр маған, Қойш. Сторисін біреу жібермей қарайды. Сауап өзіне сол керек оң. Енді досым бір ауылға барып, мамаштың жағдайын біліп қайту керек ше. Барсайшы, әлі жүрсің ба сен? Өкілері күнде звондап жағдайын біліп тұру керек қой, бару керек. Мен мысалы өзім ақша болса прямой сол кісілерге бірінші жіберемін. Өткенде көрдім ғой, папаға машина бердім. Білем ғой. Біліп тұру керек оны. Міне звондап жатыр өздері де. Күнде звондап рахмет айтып тұрады. Алло. Сіз мына кісінің баласы боласыз ба? Иә, сізміз. Мына жерде жол апатынан 4 кісі қайтыс болыпты. Осы кісінің телефонымен Ғабит балам деген қоңырау шалып тұрады. Оқиға орнына келе аласыз ба? Айтты растау үшін. Не?
Қалай жағдай бауырым? Хабарсыз кеттің ғой, қайға құрып кеттің? Жүрмін. Что настроением жоқ? Габа, түсінемін. Қайғыңа ортақпын. Бірақ болатын нәрсе болды. Өтетін нәрсе өтті. Өмір тоқтамайды бұнымен. Дәлше өмір сүру керек. Сен өлтірген жоқсың ғой оларды. Мен өлтірдім, Нурик. Мен. Арам ақша таптым мен. Білгенім істедім. Ақшам болса барлығы болады деп ойладым. Бірақ көрдің ғой Құдай мен қалай сынағанын. Bir günde барлық байлығымнан айырылдым. Бүкіл отбасым кетті. Тірі өлік болдым мен, Нурик. Габа, мен сені түсінбедім. Сен сонда өзің кінәлап тұрсың ғой. Бұл өмір ғой, бұл тағдыр бұл. Өмір болған екен, біреу келеді, біреу кетеді. Бәріміз келеміз, кетеміз. Габа, неғып түсінбейсің оны? Қысқасы маған арам ақша жақпайды екен. Барлық өзіңе. Бірақ есіңде болсын. Осының барлығына бірінші өзім, одан кейін сен кінәлісің. Мен? Причем тут мен, Габа? Не керек саған, мен түсінбедім. Тыныштық керек маған. Тыныш өмірім керек. Азарт пен ақшаның түбіне жете алмайсың, Нурик. Сен әлі түсінбей тұрсың. Bir күн барлығынан айырылған кезде түсінесің. Аман бол. Кетсең құршы. Жақсылық түсінбейтін есеге сен. Саған жаным ашып жүр ғой. Ойбай ақша керек, анау мынау дедің. Поддержка беріп жүрсем. Құры! Алло, Нурик, ананды жедел жәрдем алып кетті. Қазір қалаға бара жатырмыз. Шұғыл операция жасау керек екен. Соңғы уақытта анаң сені көп іздеді. Неге бір сәт қоңырауына жауап бермейсің? Қолыма саған жоқ. Нурик, осы ойнап жүрген ойындарыңнан бір хайыр болды ма, айтшы? Бір анаңның денсаулығын емдеуге жетпейтін ақшаның қандай берекесі бар, осы түсінбеймін. Қойшы, сен қалған едің ақыл айтатын. Миымды ашытпашы, шешем жазылсын, қоям бәрін. Ауырмай тұрып қойуың керек еді. Сонда Жадыр апа қазір бұл күйге Жапса аузыңды. Кетші. Дәрігер, мамашқын жағдай қалай? Анаң ауру асынып біткен. Жедел операция жасап жанын аман сақтап қалдық. Шүкір осыған. Бірақ дұрыс күтім болмағандықтан жағдай ауырлап кеткен. Оның үстіне стресске түскен. Содан жүрегіне күш түсіп қатты зақымдалған. Ашығын айтқанда 2 апта ғана өмірі қалды. Дәрігер, қалайда болсын мамашқын аман алып қалшы. Мен саған сұраған ақшаның барлығын тауып берем. Ертең шұғыл ота жасатуға бірінші рейспен Германияға жіберу керек. Бірақ ол үшін біраз қаражат керек болады. Соны тауып бере алсаң... Тамам. Сен аман алып қалшы бол. Қанша сұма керек, мен бәрін табам. Міне мына жерден игроктар кіріп, сол кафенің администраторына құпия сөз айтып, артынша жасырын казиноға кіріп кетеді. Оңбағандар. Қаншама адам зар қақсатқан құмар ойынның ордасы осы жер екен ғой. Одан бөлек закладчиктердің бастығы Бөкең дейтін бандитте осы казиноға жиі баратын секілді. Оған нақты дәлел бар ма? Нақты дәлел жоқ, но күдіккенді. Болды. Онда ертең түнде 23:00-де осы операцияны бастаймыз. Сен жігіттерге хабар бер. Құп болады. Не болды бала? Ашулысың ғой. Ақша керек. Ақша бәрімізге керек. Байқа,
Ашуланғандардың көбісі ұтылады. Оны көреміз уақытысында. Қатты уайымдамай-ақ қой. Ойнайық. Өзіңнен көр онда. Тағы 200 шығым. Кетті машина, кетті. Давай, Рана, бетейік. Үйдің кілті. Машинаны тік, ақшаң тік, бабаң тарай. Көтің шыдай ма? Шыдайды, кел. Аш. Бөке. Давай маған қарызға ақша бер. До конца ойнап тастайық. Қарызға ақша бер дейсің бе? Ақшаңды ұтылдың. Мәшінеңді ұтылдың. Үйіңді ұтылдың. Енді ол қарызды маған қалай қайтарасың? Бөке, мужиксің ғой сен. Давай қарызға ақша бер. Ұтылып қалсам қайтарып тастаймын. До конца кім мықты соны анықтап тастайық, кел. Жеңілген сөзі құрсын. Алып кетіңдер ма? Бөке, бер деймін қарызға ақша. Бармайыңдар. Бөке, шық. Бөке, бер деймін. Алып кетіңдер. Мен өлтірдім, Нұрик. Мен. Арам ақша таптым мен. Білгенім істедім. Ақшам болса барлығы болады деп ойладым. Бірақ көрдің ғой Құдай мен қалай сынағанын. Бір күнде барлық байлығынан айырылдым. Бүкіл отбасым кетті. Тірі өлік болдым мен, Нұрик. Алло, анашым қалайсыз? Жақсысыз ба? Ояндыңыз ба? Балам, қалайсың жаным? Амансың ба? Денің сау ма, қарағым? Қайда жүрсің? Мам, мен кешіріңізші. Мен саған ренжіген жоқпын ғой. Кеше кішкене мазам болмай, мына больницаға түсіп қалдым ғой. Маған ренжулегеніңді білемін. Мені кешірші. Мам, сіз кешірім сұрамаңызшы. Мені кешіріңізші, керісінше. Мен сізге лайықты бала боламадым. Мен азарттан көп ақша табамын деп ойлап қалдым. Мам, мен де тура әкем сияқты игроман болдым. Кешіріңізші мен, мам. Әкең де осының арқасында өз түбіне өзі жетті ғой. Сен қашан қоясың ойыныңды? Қашан қоясың азартыңды? Жай сөйле. Мен қоям ба, ойнайын ба, оны өзім білем. Қалай өзің білесің? Сен жалпы бізді ойлайсың ба? Мені қоя бершіна, балаңды ойлайсың ба? Ойлайым. Ойламайсың. Ойласаң давно қоятын едің мынаның барлығын. Білесің ба неге өкінем? Сен сияқты сүмелек сорлыға тұрмысқа шыққанына өкінем. Әлде де кешеміз.
сен мені қорқытып тұрсың ба? Кетем, ажырасам! Ажырас! Құры! Жоғал! Оңбаған. Кейін Асылбек айтты. Сенің әкеңді сол картежниктер өлтіріп кеткен екен. Асылбек, мына ақша саған аманат. Үйіме жеткізіп, әйеліме берсең. Көре сала бірден алмауы мүмкін. Сондықтан жабық үй қалдыра сал. Олыма да көз қырың салып қой. Не болды? Ертең өлетін адам құсап, сонша аманат еттің. Ішім бірден кейін сезіп тұр. Артынан адам түскенін білесің ғой. Бәуке, бұйырса бәрі жақсы болады. Әлақ отбасымен табысып бақытты өмір сүресің. Солай болса екен. Отбасымды бұзған, азарт таңдағаныма өкінем. Егер екінші рет өмір сүруге мүмкіндік берсе, тыныш өмір таңдайтын. Болды бәке, аманатқа қиянат жоқ қой. Аман есен жүр. Рахмет. Жақсы. Анашым, кешірші мен. Сенің айтқан ақылдарыңды кеш түсіндім. Мен азартта жүріп, байым деп жүріп, ең бағалы заттарым жоғалтқан екем. Отбасымды, досымды, бауырымды, сенімді, барлығын. Енді маған дәл өмір сүрудің қажеті жоқ сияқты. Анам, ешқандай қателік жасама. Әлі өмір алда. Кет. Стоп, работаем, быстро. Работаем. Азарт бұл тек ойын емес. Ол адамның ішіндегі ең терең, ең қауіпті инстинкттердің бірі. Бастапқыда ол саған үміт береді, өзіңді күшті сезіндіреді. Бір сәтке сен болашағыңды басқаруға қабілеттісің деп сендіреді. Бірақ ол сенің жеңістеріңді емес, сенің әлсіздігіңді тамырлап өседі. Азарт у сияқты. Алғашқы дәмі тәтті, кейін у жайыла бастайды. Сен ақшаны емес, уақытыңды, жүйкеңді, өміріңнің ең бағалы сәттерін тігесің. Ең қорқыныштысы, ол сенің қасыңнан кетпейді. Сен ұтсаң да, ұтылсаң да сені қудалайды. Бұл адамның шексіз қалауы мен шектеулі мүмкіндігінің қақтығысы. Сен жеңемін деп ойлайсың, бірақ шындығында сен тек өз көлеңкеңмен күресіп жүресің. Азарт бұл айна, ол саған кім екеніңді көрсетеді. Сабырсыз, ашкөз, кейде үмітсіз адамды. Бірақ сол айнаға көп қарасаң, өз бейнеңді жоғалтасың. Адам тек жеңістен емес, уақытылы тоқтай алудан да аудан. Ал тоқтай білу, ол үлкен жеңіс. Ал мен тоқтай алмадым. Демек, жеңілдім. Анашым, не болды? Анашым. Анашым, тиіспеңіз, бұл ақша керек қой бізге. Арам ақша, ешқашан берекесін алып келмейді, бізге керек емес бұл ақша. Дұрыс айтасың. Арам ақша ешқашан береке алып келмейді. Бүгінгі таңда денсаулық сақтау министрлігі дерегі бойынша 15 адамға ресми лудомания диагнозы қойылған. 36 мыңға жуық адам құмар ойындарға тәуелді болуы мүмкін.
2,5 миллион адам легалды букмекерлік сайттарда тіркелген қолданушылар саны, 450 мың адам күнделікті белсенді ойыншылар, 500 мыңға жуық адам заңсыз букмекерлік сайттардағы ойыншылар саны. Біз таңдаған жолдың бәрі бір тәуекел, бір қауіп. Біз неге жолымызды, қолымызды былғадық? Біреудің уақытында, бақытында ұрладық. Ай, өмірде бақыттың бар екен, қайда екен, бір көрем бе? Ең жақын баласына анашыма гүл берем бе?